Сәлеметсіздер ме? 3-ші сыныптың ақыты пәні бойынша жаңартылған оқу бағдарламасын қарастырамыз. 3-ші сыныптың 3-ші тоқсанында оқу бағдарламасы бойынша 3-3-1-1 нақты сұрақтарға жауап табу үшін ғаламторды қолдану оқу мақсаты оқытылады. Ақпаратты іздеу бөлімінде оқу мақсаты спиральді түрде 3-ші сыныпта, кейін 4-ші сыныпта оқылады. 3-ші сыныпта оқушылар нақты сұрақтарға жауап табу үшін ғаламтордағы іздеу жүйелерін қолданады. 4-ші сыныпта ақпаратты іздеуді үйренеді. Мысалы, компьютердегі бумаларды және файлдарды, құжаттардағы мәтін үзіндісін іздейді. Сонымен қатар браузерді дұрыстау құралдарын пайдаланады, бет белгілер жасайды, тарих пен жүктеуді қарап шығады. Бұл спиральдік 3-ші сыныпта алынған дағдылардан айырылмай, 4-ші сыныпта толықтыра түсуіне себеп болады. 3-ші сыныпта бұл оқу мақсаты 3-ші тоқсанның әлемнің барлығы ғаламторда бөлімінің әрбір сабағында басқа оқу мақсаттарымен бірге қайталанады. 4-ші тоқсанда презентацияны немесе комплексті құжаттар жасауда оқушылар берілген оқу мақсаттарын ақпаратты іздеу үшін қолданады. Бұл бөлімнің бірінші сабағында оқушылар ғаламтор, веб-парақшалар, браузер, сілтемелер ұғымдарымен танысады. Бұл ұғымдарды түсіндірген кезде оқушылардың өмірлік тәжірибесіне сүйенген жөн. Практикалық жұмыс ретінде оқушылар кез келген браузер интерфейсін қарастырса болады. Батырмалардың қызметін анықтайды, атақты тұлғалар туралы ақпаратты іздеп табуға тырысады. Берілген бөлімнің ортақ тақырыбы. Браузердің терезесін жаңартып отырады. Іздеу жүйелерінің жұмыс жасауы туралы оқыту видеосы, мысалы, YouTube сайтында берілген. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.